Ертең бізде жаңа жылдық корпоратив болайын деп жатыр. Соған цветная вечеринка жасайын деп жатырмыз. Қазіргі таңда TikTokта хит болды ғой осы. 1,5 теңгеден аспау керек сыйлығымыз. Маған осындай жасыл түс түсті. Ол 1,5 теңгеге түк түспейді. Ол 1,5-нан асып кетті сыйлығымыздың барлығы. Осылай дайындап қойдым. Осының ішінде қандай сыйлық бар деп ойлайсыздар? Сол үшін жаңа жылдың алдында 1,5 жілік соғымға көршімізге жазылып қойған болатынбыз. Сол күні мен деген сыйлықты да алуым керек, соғымды да реттеуім керек. Сөйтіп жүріп екеуінің арасында зырылдап отырып подаркымды алып келген жайым бар. Сонымен үйге келдім де соғымның барлығын реттеп, еттерді қақтап, тоздап, әдеттегідей салт дәстүр бойынша соғым алған кезде міндетті түрде күшлеп тұрып дәмді етіп қуырдақ істейміз. Қуырдақтың барлығын бұқтырып дайындап қойдым. Пока су шыға бергенше мына жақтан қазына айналдырып тастаймыз деп. Кеше маған оқырмандарым осыны стористе көріп қалыпты Инстаграмда. Сіз сонда деген қойып қоймайсыз ба? Жаңағыдай қарабұрыш, чеснок барлығын араластырып бір күнге қойып қою керек. Сол кезде барып жақсы дәмі шығады депті да. Жоқ, біз ондайды күткен жоқпыз. Чеснок, тоз барлығын араластырдық та сразу қазымызды осылай айналдырып тастадық. Бізде енді 1,5 жіліктен 3 қазы ғана шықты. Негізі неше қазы шығады, қыздар? Комментарий жазып кетіңіздерші, енді мен білмеймін. Сонда да тұздап барлығын дайындап қойдым білгенімше. Мінекей осылай қуырдағымыздың суы да шықты, өте керемет болып шықты. Осы қуырдақты сіздерге рецебін айта кетейінші. Мен негізі қуырдаққа ішіне не қосамын? Өкпе, бауыр, жүрек, іш май, ет, өт, ащы ішек барлығын в общем қосамын да өйстіп бұқтырып қойып қоямын. Су шыққаннан кейін барып мінекей мына жерде пиязын барлығын турап алдым, картошкасын. Ең соңында барып пияз бен картошканы салып бұқтырып қойып қойдым. Оның арасында кішкентайым жылап бізге мазасызданып мына жаққа жағаласып жүргеннен кейін сразу бесікке апарып бөлеп тастадым. Асығып жүріп бауырды қосуға ұмытып кеткенмін ғой. Сонымен бірақ соның өзінде өте дәмді әдемі көрініп тұр. Мінекей қуырдағымыз да дайын болды. Сочный, мощный болып шыққан ғой. Пиязымды турап бетіне осылай барлығын сеуіп бала-шағама ұсындым. Бірінші мен көріп алайын қалай шыққан екен деп көрсем, балаларым шыдамай бара жатыр ғой мына жерде. Сонымен ал бастай беріңдер деп. Мына жерде ұлдана өзі бесігінен шешіліп келген ғой. Мама, мені ұмытып кеттіңіз ба? Маған да қуырдақ беріңізші, қарным ашып кетті дейді. Жаным сол деп отырғызып қойдым. Сөйтсем мына столдың астына кіріп таппай қалдық қой ұлдашканы. Сөйтіп нанды барлығын турадым да балаларға бастай беріңдер, жеп алыңдар дедім. Мен ұлдананы алдыма отырғызып, мына жерде іш май бар етін соны бердім, одан нанды майға батырып бердім. Сөйтіп кішкене болсын қарын тойдырып қойдым. Одан кейін барып өзімнің тамаққа кірістім. Неке осылай соңында қала береміз ғой. Сүйектерді мүжіп, түк қалмаған ғой. Сонда да өте дәмді болыпты қуырдақ. Бала-шағаның атаның барлығын қарындарын тойдырдым да, қой бірінші соғымыз ғой қыстың алдында деп қайнағама да кішкене ауыз тисін деп осылай екі ортада апарып кішкене болсын тамақтан ауыз тисін деп апарып бердім. Одан үйге зырылдап отырып келдім деп тез келдім де мына жерде тұзы сіңіп тұрған еттерді, қазыларды жеке пакеттерге салып сүйегін бөлек және етті жағы бар ғой. Кішкене ертең жаңа палау сондай істегендерге, қуырдақ істегенге етін бөлек алып қойдым және сүйектерін барлығын салып тастадым. Ет асқанда сорпаға керек қой деп. Солай холодильникке, морозилникке барлығын реттеп қойдым. Негізі биылға сіздер соғым алдыңыздар ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздер де осылай бөліп қоясыздар ма? Негізі пакетке. Кеше Инстаграмда оқырмандарым айтты, неге әр етті былай каждый пакетке салмадыңыз дейді. Енді бізде морозилник үшеу ғана ғой, сыймайды, сондықтан осылай 3 бөлікке ғана бөліп тастадым. Сонымен енді пысықтығым ұстап холодильникті соңында жинап кеттім ғой. Сіздер